Көршіден ешқашан сұрауға болмайтын үш зат. Қазақта көрші ақысы тәңір ақысы деген жақсы сөз бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық. Ағайынның аты озғанша ауылдастың тайы озсын. Бұл тілектерден қазақ өмірінде көршінің орны қаншалықты салмақты екенін аңғаруға болады. Жаһандану деп жанымыздағы көршілерімізбен араласуды ұмытып кетпедік пе? Ендеше, көрші үйге қатысты біліп жүруіміз керек дүниелерді ойымызға түйіп алғанымыз абзал. Көрегенді көрші болсаңыз, мына үш затты сұрамаңыз. Ас тұзы. Мейлінше дүкеннен сатып алуға тырысу керек. Егер сатып алуға мүмкіндік болмаса, көрші үйден алған тұзға аз да болса ақы төлегеніңіз абзал. Себебі тұзда береке бар. Сіз оның тұзымен қоса берекесін де алып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан өзіңіз біреуден тұз алмаңыз және біреуге тұз бермеңіз. Ақы. Егер көршіңіз сізді көмекке шақырып жатса, оны жасап бергеніңіз үшін ақы сұрамаңыз. Кейде есігі бұзылып, немесе баласы қараусыз қалып жатады. Осындайда ең алдымен көршіден көмек сұрайды. Сол кезде уақытыңды алдым деп көрші ақша ұсынуы мүмкін. Өзгеге де беретін едім ғой, алшы деп қиылатындар да кездеседі. Сол сәтте сіз сыпайы түрде бас тартыңыз. Өйткені күндердің күнінде сіз де көршіңізден көмек сұрайтыныңыз анық. Сонда еш ұялмастан өтініш жасай аласыз. Ит. Кейде көршінің иті балалап жатса, тұқымы жақсы деп иттің күшігін асырап алғысы келетіндер жиі кездеседі. Бұл кезде көршімен арадағы сыйластыққа сызат түсірмеу жағын да ұмытпау керек. Салтты жақсы білетін көрші болса, күшікті сатып алу ырымын жасайды, ал білмейтіндерге түсіндірген жөн болады. Қарапайым нәрсе ғой деп елемеуіміз де мүмкін. Бір-біріне күшік бермеу көршілердің иттей ырылдасып қалмауының амалы. Ата-бабамыздан келе жатқан кез келген тыйымның астарында терең мән жатады. Кейбірі ақылға қонымсыз болса да, әрбір ырым өмірге мән беруге ұмтылады. Қазақ ұрпағын тыйым салу арқылы тәрбиелегенін тарихтан-ақ білеміз. Осы тұста қазіргі заманда ұмыт болып бара жатқан қисса дастандардың, ертегілердің, батырлар жырының да жас ұрпақты тәрбиелеуге қосар үлесінің зор екенін жадымызда сақтағанымыз абзалырақ болар. Оқыған Шығыс қызы. Достар, алдағы уақытта көптеген тыйым сөздер, қисса дастандар, әңгімелер баяндап беретін боламын. Жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетулеріңізді сұраймын. Бұл сіздер үшін 1-2 секундтық іс болғанымен, менің қазақша арнамның дамуына қосар үлестеріңіз зор болмақ.